Я заберу тебя с собой. Мы будем вместе, ты лишь будь со мной. Ты погоди, не будь дурной. Будь со мной до конца, дальше будет видно. Иди ко мне. Достар, мен қазір өзімнің сабағымның заттарын, кітаптарын рюкзагыма сала жүріп жатырмын. Өйткені сағат 1 сағат кеш батты және таңертең ерте тұрып сабаққа бару керек. Мен ешқандай сабақтарды оқып запариваться еткен жоқпын, себебі ертең сабақ дұрыс болуы да болмауы да мүмкін. Ертең бізде болатын сабақтар: биология, физика, алгебра, Қазақстан тарихы, өзін-өзі тану, география. Және бұл рюкзак мен жақында алған рюкзак. Осыдан 1-2 апта бұрын алдым. Менің ағылшынға қатысатын дәптерім. Одан кейін атлас. Менің 2 пеналым. Бұның ішінде менде ручка, карандаш, штрих, ал мынада түрлі түсті атласты бояуға арналған заттар. Және біз мына гүлді алдық. Бұны ертең мұғалімдер күніне, яғни мен өзімнің сынып жетекшіме беремін. Ол жерде өте көп әдемі гүлдер болды. Бұл ең қатты ұнағаны болды менің. Сосын осыны алдық. Достар, мен үйден жаңа ғана шықтым. Сабаққа бара жатырмын. Мен өзіммен бірге гүлімді алып шықтым. Қазір сағат 7:30 болды. Мен мектепке машинамен барамын. Өйткені мен бір жағынан кеш шықтым, және бір жағынан менде гүл бар. Автобус қысылып тұрған кез мен оны ұстай алмаймын. Бізде ауа райы қазір кішкене бұлттанып тұр. Қазір сағат 7:30 және егер обедке дейін осылай болып тұрса, мен өте қатты қуанамын. Себебі мен бұндай ауа райы. Маған кеше сообщение келген, типа далада қатты жел болады деп, но далада жел болып жатыр және бір жағынан аспан бұлттанып тұр. Және бұл өте жақсы. Менің гүлім әлі тұр, апайын сабағына барғанда береміз. Білмеймін. Мен гүлді апайға беруге бара жатырмын. Достар, менің сабағым бітті, мен үйге бара жатырмын. Бізге 4 сабақ болды, жарты сағаттан. Қазір сағат бізде 10-нан 45 кетті. Біз өте кезде тарадық, бізге дұрыс сабақ та болған жоқ. Бізде ауа райы өте салқын және аспан бұлттанып тұр. Нағыз менің жақсы көретін ауа райым. Достар, мен қазір далада тұрмын, себебі мен ағылшынға бардым және ағылшыннан қазір шықтым. Мен автобусты күтіп тұрмын. Сағат қазір 5:16 кетті. Дала өте салқын болып кетті бізде. Достар, мен үйге келдім және мен сыртынан да жемпірді киіп алдым, себебі үйдің іші де далада өте салқын. Қазір мен сендерге өзімнің 3 затымды көрсеткім келіп тұр, яғни быт-шыттар шыққан. Ең алғашқы зат ол менің чехолым. Бұл менің әрдайым тағып жүретін чехолым еді, яғни бұл бұндай емес. Металл сияқты покрытие ол, және оның сыртында мына жерінде, мына іздің үстінде оның былайынан киіп ұстайтын сақинасы болған. Егерде фотосы болса, қазір көрсетемін. Мінекей ол осындай болған, және менің классымдағы біреу чехолды алып, мына жеріндегі кольцосын бет бұрап отырған кезде ол сынып қалған. Одан кейін оның сыртындағы покрытиесі де ашылып кеткен. Осылайша ол обычный мынандай однотонный жаман дым қорғаусыз чехол болып қалды. Ал екінші менің бүлінген затым ол менің наушнигім. Мінекей бұл наушникті мен 1000 теңгеге Миннесодан алған болатынмын. Оның алдындағы мен наушнигі мінекей, бұл тоже Миннесодан алған наушник.
бұл да өте жақсы наушник болған, бірақ ол да по непонятным причинам бұл да сынып қалды, және мына чехол да Миннесодан, и бұл да сынып қалды. И бұл екеуі жасамайды. Бұның алдында телефонның өзінің наушнигі де жасамай қалды. Одан кейін менде тағы да бір жасыл наушник болды, ол да жасамай қалды. Сосын менде алтын түсті тағы да наушник болды, ол да жасамай қалды. Пиздец нахуй, блядь! Мына наушник, ол дәл осы наушник, тек қана бұның мынандай көк цветі. Жақын арада қайтадан жаңа зат алу керек, жаңа наушник. Және келесі зат ол менде мынандай сквиш. Яғни бұл затты мен негізі ойлаған жоқпын, менің қаламда сатады деп. Бір көргеннен, типа, вау, бізде мынандай сатам екен дедім. Бағасын сұрағанда бұл арзан тұрған жоқ, 1000 теңге тұрды. Стрессіңізді басады, мысалы жынданып отырған кезде былайынан қысқан кезде ол қайтып үлкейеді былайынан. Орысша айтқанда успокаивает. Бір күн өткен жоқ. Бүгін 5 болса, мен бұны кеше 4 күні кешке алдым, және одан бір күн ішінде ол мынандай қаралары кетіп қалған, және осындай осындай болып қалды. Болды, және осылайша мен өзімнің бүгінгі влогымды аяқтағым келіп тұр. Сендерге ұнады деген ойдамын. Ана саусақтың жоғары тұрған жерін басып, менің арнама тіркелді ұмытпай, колокольчикті басуды яғни ұмытпаңыздар. Ертең видео шығады, арнамда влог шығады. Ол влог біз киноға барамыз. Баруымыз мүмкін сыныптастарымызбен, соны видеоға түсіремін. Осы видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.